стоматологиялық қызметтер тегін көрсетіледі. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стоматологиялық қызметтер халықтың әлеуметтік жағдайынан осал жекеленген санаттарына ғана қолжетімді. 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдер күнделікті стоматологиялық қызметті тегін ала алады. Тістегі қатты ауырсыну 10 санаттағы азаматтарға, соның ішінде көпбалалы аналар, атаулы әлеуметтік көмек алушылар да тістерін тегін емдете алады. Көпбалалы отбасылардан шыққан оқушыларға қандай жеңілдік ұсынылады? Көпбалалы отбасылардан шыққан оқушылар көптеген әлеуметтік шарамен қамтылады. Көпбалалы отбасылардан шыққан балаларға жаздық лагерден тегін дем алады. Мектепте тегін ыстық тамақпен қамтылады. Мектепке жол акциясы аясында мектеп формасы және оқу құралдарымен қамтылады. Түрлі үйірімдерге тегін қатыса алады. Балабақшада бірінші кезекте орын беріледі. Ол үшін Indigo24.kz сайтына баланы тіркеу қажет. Сонымен қатар былтырдан бастап мемлекеттік балабақшаға тегін барады. Астананың көпбалалы отбасылары қандай жеңілдіктерге ие? Астанада жер үйде тұратын көпбалалы отбасылар көмір алу үшін өтемақы өтінім бере алады. Ол үшін жылу берілетін кезеңде, яғни 15 қазаннан 15 сәуірге дейін электрондық үкімет порталы egov.kz немесе Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы, сонымен қатар жанұя отбасы институтын қолдау орталығына жүгіну керек. Бұдан бөлек Клен Сити астаналық көпбалалы отбасыларға қоқыс шығару қызметі үшін 50% жеңілдік береді. Жеңілдік көпбалалы куәлігін ұсына отырып, жазбаша өтініш берген сәттен бастап беріледі. Сондай-ақ елордалық көпбалалы отбасылар бәйтерек монументіне, ұлттық музейлерге, Нұр әлем павильонына, Алау мұз айдынына тегін кіре алады. Сонымен қоса оқушылар сарайында әр бала бір үйірмеге тегін бара алады. Жазда қалалық парктерде айына бір рет көпбалалы отбасылар үшін аттракциондар тегін болады. Қазақстанның әр өңірі бюджетіне қарай көпбалалы отбасыларды әлеуметтік шаралармен, түрлі жеңілдіктермен қамтып отырды. Сол себепті жоғарыда көрсетілген қолдау шараларынан бөлек көпбалалы отбасы ретінде сізге қандай көмек тиесілі екенін білу үшін жергілікті әкімдікке жүгінуіңіз қажет. Берген ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.